Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін сіздермен видеода көріп тұрғандарыңыздай әп-әдемі болып шығатын шоколадты тортты бірге дайындайтын боламыз. Торттың бисквитінің жасалу жолын описаниеге қалдырып кетемін. Сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Дайын бисквитімізді теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Менің бисквитті кескен жерім видеоға өкінішке орай түспей қалыпты. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Творожный сырымызға қантымызды салып, миксермен екеуі жақсылап араласқанша шайқап алатын боламыз. Кейіннен үстінен 33 немесе 35% сливкиді құямыз. Егер де сливки таппаған жағдайда табиғи қаймақты сливкидің орнына пайдалансаңыздар болады. Тағы да қоюланғанша жақсылап араластырып аламыз. Тым көп араластырып қажет емес. Қоюланып өз формасын жақсы ұстаған кезде миксерді өшіреміз. Тым көп араластырып жіберсеңіздер, сливкилеріңіз іріп кетуі мүмкін. Кремдеріңіз де дұрыс шықпай қалады. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Менде подложка болмағандықтан форманың осындай астыңғы бөлігін пайдаландым. Айта кететін нәрсе, бисквиттің ең жоғарғы бөлігін төмен қаратып, торттың ең бірінші қабатына пайдалансаңыздар, торттарыңыз мейлінше тегіс шығатын болады. Менде осындай кольцо болғандықтан кольцоны пайдаландым, бірақ міндетті емес. Енді үстінен кремімізді салып, жақсылап тегістеп аламыз. Пропитка қолдансаңыздар да болады, бірақ міндетті емес. Екінші коржымызды орналастырамыз. Кремімізді салып, тағы да жақсылап тегістеп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұл бисквиттің ең төменгі бөлігі, бұны торттың ең жоғарғы бөлігіне пайдаланамыз. Сонда жаңа айтып өткенімдей, торттарыңыз тегіс әдемі болып шығатын болады. Орналастырып, үстінен кішкене басыңқырап жібереміз. Қалған кремнен бетіне жағып, тегістеп, пищевая пленкамен орап, пропиткаге бірнеше сағатқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Бір түнге қалдырсаңыздар, тіптен керемет болады. Торт менде шамамен 2-3 сағаттай пропиткаде тұрды. Кольцоны шешпес алдын пышақпен осылай босатып аламын. Одан кейін барып қана шешетін боламын. Сонда кольцо оңай шешілетін болады. Ал артылып қалған креммен торттың жан-жағын тегістеп жағып шығатын боламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқа крем жасап қаптасаңыздар да болады. Ганашпен немесе велюрмен қаптасаңыздар да өз еріктеріңізде. Егер де уақыттарыңыз тығыз болса, дәл мен сияқты артылған креммен дәл осылай тегіс шпатель болмаған жағдайда дәл осы сияқты жұқа тегіс затпен тегістеп алсаңыздар болады. Мен әсемдік үшін шамамен 50 граммдай шоколадқа аздап сұйық май құйып, су буында ерітіп алдым. Енді торттың бетінен құйып, дәл видеодағыдай барлық шетіне тегізіп жағып шығатын боламын. Шоколадты толықтай жаққаннан кейін қату үшін бірнеше минутқа мұздатқышқа салып алдым. Және де осындай жемістермен әсемдейтін боламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқа жемістермен немесе шоколад үгіндісімен, басқа торттардан қалған кружкалармен әсемдесеңіздер болады. Өз қиялдарыңызға ерік беріп, әдемі етіп, әсемдеп алыңыздар. Мен үстіне осылай жазу жаздым. Біраздан бері жазу жазбағанға қолым кішкене шығып қалыпты. Өкінішке орай ортасын кесіп көрсете алмадым, бірақ өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер.